Бүгінгі видео сабақта осылай түймелерді қаптау жолын үйренетін боламыз. Ең бірінші түймеліктердің орнын белгілеп, түймемізбен негізгі матаның кусогын дайындап аламыз. Түймені ортаға қойып, айналасын осылай шамалы үлкендеу етіп сызып аламыз. Және бұл сызығымыздан артықтау етіп қырқып шығатын боламыз. Айналдыра. Міне осылай қырқып шығамыз. 4 түймемізге де қырқып алдық. Енді осыны түймеліктің оң жақ бетін сыртқы жаққа қаратып, айналдыра көктеп тігіп аламыз. Түймеміз осы матаның ішінде қалып кету қажет. Жаңа сызып шыққан сызық бойымен тігіп шығамыз. Міне енді барлығын осылай жиырып, түймеміздің оң беті осылай болады, ал астыңғы жағын жақсылап шығып кетпес үшін әдемілеп көктеп тігіп аламыз. Артық жерлері болса, міндетті түрде кесіп тастаймыз. Қараңыздар, егер маталарыңыз кішірек болып қалса, мына екінші түйме секілді не очень болып шығып қалады. Әдемі асты білінбей тұру үшін толық жабылғаны дұрыс түйменің асты. Және осылай жақсылап көктеп тігіп шығамыз. Екі жақ бетінен де нығыздап көктеп шығамыз. Сол кезде астыңғы жақтағы мата қатты сыртына білінбейтін болады. Ал түймеміздің өзін мата мықты етіп ұстап тұрады. Осымен түймелеріміз дайын. Толық осылай қондырып болғаннан кейін міндетті түрде түймелеп көреміз, қалай болғандығын. Маған қатты ұнады. Егер видео ұнаған болатын болса, реакцияларыңызды қалдырыңыздар.